Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 89-шы сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписация батырмасын басып жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, сабақтарыңды жасай аласыңдар балалар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құстар туралы не білемін? Зат есімнің жіктелуі. Дереккөздерден қажет ақпаратты табамын, сөздерді жіктеуді білемін, сөйлемдердегі сөздерге тиісті жіктік жалғауларын қосып жаза аламын. Бірінші бізде балалар 23-ші жаттығу мәтінді оқы дейді. Құстардың ішінде ең қырағысы сұңқар. Оның көзінің өткірлігі сондай, бір шақырым жердегі кішкентай жәндікті оп-оңай көре алады екен. Күн көзіне тік қарай алатын құс бүркіт, ал екі көзімен айналасына бірдей қарай алатын құс үкі ғана. Құстардың ішінде ең жақсы жүзетіні пингвин. Ол сағатына 30 шақырымға дейін жүзе алады. Жыл 12 ай кітабынан. Енді балалар, бізге астында мынандай тапсырма берілген. Мәтіндегі құстар туралы мәлімет жина дейді. Оны сыныптастарыңа таныстыр. Енді балалар, бұл жерде бізде мәтінде сұңқар туралы, бүркіт туралы, үкі және пингвин туралы айтылған, яғни солар туралы біз мәлімет жинап, оны сыныптастарымызға таныстыруымыз керекпіз. Бірінші бізде балалар, яғни сұңқар болады. Яғни балалар, сұңқар айбындылығымен, батылдығымен, күшімен және әдемілігімен ерекшеленетін құс. Оны ежелгі адамдар жақсы білген және құрметтеген. Бұл құстар планетаның табиғи тепе-теңдігін сақтау үшін өте маңызды рөл атқарады. Мысалы, өсімдіктерге зиян тигізетін тышқандар мен кеміргіштердің көзін құртады. Екінші бізде балалар бүркіт. Бүркіт аспан кеңістігінің иелері және әлемдегі құстардың ең қорқынышты өкілдерінің бірі. Оларға шынымен қауіп төндіретін жалғыз тіршілік иесі ол адамдар. Ең үлкен бүркіттің қанаттарының ұзындығы 2-5 метр. Бұл құстар маймыл немесе ешкі сияқты жануарларды өлтіріп, өзімен бірге ұяға алып кете алады. Келесі енді бізде балалар үкі. Үкі негізінен орманды мекендеп, жемін көбіне түнде аулайтын жыртқыш құс. Басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ. Ұшқанда дыбыссыз қанат қағады. Ұясын жасыруға болатын жерге салады. Жұптарын өмір бойы сақтайды. Дене мөлшеріне қарай 2-ден 12-ге дейін жұмыртқа басады. Қоян, тышқан секілді кемірушілерді аулап пайда келтіреді. Үкіні қазақ халқы қасиетті құс санайды. Келесі бізде балалар соңғы пингвин. Пингвин қанаты болса да ұша алмайтын, тұрып жүретін жалғыз құс. Осынысымен де өзге құстардан ерекше. Пингвиндер көбіне оңтүстік жартышарда мекен етеді. Негізінен Антарктидада тіршілік ететін құс. Дегенмен Антарктиданың ызғарынан өзге жерде де тіршілік ететін пингвиндер бар. Пингвиндердің 75% өмірі теңізде өтеді деуге болады. Құрлыққа олар тек қана жұмыртқа салып, оның жарық дүниесігін ашқанын күту үшін ғана келеді. Осылай балалар, біз 4 құс туралы да өзіміздің мәліметімізді жинап айттық. Келесі бізде балалар 24-ші жаттығу ребусты шеш дейді. Шешуіндегі сөзді жіктеп жаз дейді. Яғни балалар, бізде ребус берілген, сол ребусты шешуіміз керекпіз. Содан кейін сол ребустағы сөзді біз жіктеп жазуымыз керекпіз. Одан кейін ребустың шешуіндегі құс туралы дереккөздерден ақпараттарды тауып, кестені толтыр дейді. Яғни балалар, құс атауы бізде қандай, ребус қандай болды? Ребустың шешуін жазамыз, одан кейін оның көлемі қандай, ерекше белгілері, қасиеті және пайдасы туралы жазады екенбіз. Осы кестені толтырып жазамыз. Бірінші балалар, бізде ребуста қандай сөз шығады екен? Соны біліп алайық. Бізде балалар, ребустың шешуі сұңқар екен. Яғни осылай жазып қоямыз, ребустың шешуі сұңқар деп. Енді осы сөзді бізге жіктеп жазуымыз керекпіз. Яғни жекеше түрде мен сұңқармын, сен сұңқарсың, сыпайы түрде сіз сұңқарсыз, ол сұңқар болады. Көпше түрде біз сұңқармыз, сендер сұңқарсыңдар, сіздер сұңқарсыздар, олар сұңқарлар болады екен.
Енді ребустың шешуіндегі құс туралы дерек көздерден ақпараттарды тауып кестені толтыр деп тұр, иә. Яғни біз сұңқар туралы өзіміз ақпарат тауып, осы берілген кестені толтыруымыз керек екенбіз, иә. Яғни балалар, құс атауы бұл жерде сұңқар, көлемі ең кішкентайы ергежейлі сұңқар, дене тұрқы 15-19 сантиметр екен, ірілерінің салмағы 2 килограмм екен. Ерекше белгілері: біріншісі 1 секундта 4-5 рет қанат қағады, екіншісі өзінен кіші құстармен қоректенеді екен, иә. Енді қасиеті бұл жерде балалар, оның басты қасиеті қырағылығы мен шапшаң ұшуы екен, иә балалар. Ал оның пайдасы өсімдіктерге зиян тигізетін тышқандар мен кеміргіштердің көзін құртады екен балалар. Осылай балалар, біз кестені толтырып қоямыз балалар. Енді келесі бізде балалар 25-ші жаттығу. Берілген жіктік жалғауларына сәйкес келетін зат есімдерді тап дейді. Яғни балалар, бізде жалғаулар сөздің жуан жіңішкелігіне қарай, яғни дауысты дыбыстың жуан жіңішкелігіне қарай, және де дауыссыз дыбыстардың ұяң үнді қатаң болуына қарай әртүрлі болып жалғанады, соған сәйкес келетін осы жіктік жалғауының жалғауларын жалғап, зат есімдер тауып жазуымыз керекпіз. Мысалы, мың жалғауына қандай сөз, зат есім сәйкес келеді, солай біз тауып жазуымыз керекпіз. Одан кейін бұл сөздерге жіктік жалғауның әртүрлі жалғану себебін түсіндір дейді. Яғни балалар, біз жаңа түсіндіріп өттік, жіктік жалғаулары сөздегі, яғни зат есімдегі жуан жіңішке болуына дауысты дыбыстың, дауыссыз дыбыстың ұяң үнді қатаң болуына қарай әртүрлі жалғанады дедік. Енді осы жалғауларға зат есімдер тауып жазайық. Мысалы, бірінші адам мың, мың жалғауы жалғанып тұр. Келесі пын жалғауымен алмас пын болады. Одан кейін сың жалғауына оқушы сың болады. Одан кейін сің жалғауымен әнші сің болады. Келесі мұз бізде балалар көпше түрдегі жіктік жалғау, мұз, наубайшы мұз. Келесі міз, бізде бұл жерде күйші міз деген сөзді қойдық. Одан кейін пыз, бұл жерде балалар дос сөзін алып, дос пыз деп жасадық. Одан кейін піз жалғауымен студент піз деген сөзді жаздық, балалар, осылай жазып қоямыз. Келесі бізде балалар 26-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті жіктік жалғауын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Яғни балалар, мына жерде бізде жіктік жалғауларының жалғаулары түсіп қалған екен, яғни соларды сөйлемдерге қойып, біз дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазуымыз керекпіз. Яғни бұл жерде бізде 4 сөйлем берілген екен. Біріншісі бізде балалар, мен қазақпын, мың өліп мың тірілген. Екіншісі, мен оразбай емеспін, елдің жазықсыз, қылмыссыз адамымын. Үшінші, біз бейбітшілікті сүйетін елміз болады, Төртінші, сіз талантты ақынсыз болады. Яғни жекеше түрде тұрған сыпайы түрі екен, балалар. Келесі бізде 27-ші жаттығу. Сызбаға қарап, дәрігер сөзіне жазылған жалғауларды ажырат, жіктік жалғаулары мен септік жалғауларын салыстырып, олардың өзгешелігін дәлелде дейді. Яғни дәрігер, мін, сің, ге, ден деген жалғаулар берілген, дәрігер зат есімі жазылып тұр екен, Яғни балалар, бұл жерде дәрігермін, дәрігерсің жіктік жалғаулар болады, ал дәрігерге, дәрігерден септік жалғаулары болады екен, Енді балалар, бұл жерге қарайтын болсақ, бізде олардың жалғаулары әртүрлі болады екен, Біріншіден, ол бізде ең басты айырмашылығы. Ал екіншіден, олардың сұрақтарында, Яғни балалар, біз дәрігермін, дәрігерсің болатын болса, онда кіммін, кімсің деп дәл жіктік жалғауының жіктік жалғаулары бізге сұраққа қосылып айтылады екен. Ал дәрігерге, дәрігерден дегенде бізде балалар кей кезде бұл жалғаулар бізде өзгертіліп, сұрақ қойылған кезде өзгертіліп айтылады. Мысалы, дәрігерге деген бізде дәл солай айтылса, ал дәрігерден деген бізде кімнен деген сұрақ қойылады. Яғни ден деген жалғау дәрігер сөзіне жалғанып тұрса, кім сұраулы сөзіне нен деген жалғау жалғанып тұр, яғни олардың сұрақтарының өзгешелігінде екен. Осындай балалар, жіктік жалғау мен септік жалғауларының осындай айырмашылығы бар екен балалар.
Осымен балалар, біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар математика есептерін, қазақ тілінің жаттығуларын бірге орындап, сабақтарды жасайтын боламыз балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. Сендерге тек қана сәттілік тілеймін.